Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық, байлық арнасы. Өзімнің арнамда сіздерді қайта көргеніме өте қуаныштымын. Бұл ақпарат беруші канал болғандықтан, сіздердің денсаулықтарыңызда қандай да бір ақау болып жатса, тез арада дәрігерге барып, ем-дом қабылдағандарыңыз жөн. Бүгін мен беретін ақпарат бұл үй жағдайында қалай өтті сұйылтуға болады. Өт сұйылту дегеніміз өтіңіз толған жағдайда жасалынады. Қазір біле білсеңіздер, көп адамдардың өттері толған. Толған өт дұрыс тазаланбаса, ол қоюланып тұра берсе, ол одан бетер ушығады да өттің функциясы бұзылып, ақыр соңында өтті алып тастауға дейін, операцияға дейін келіп жатады. Бірақ бұл операция деген нәрсе, органға пышақ деген нәрсе өте қиын. Бұл адам ағзасында ең маңызды рөл атқаратын органдардың бірі. Ол бауырдың төменгі жағында орналасады. Оң жақ шетімізде, мынау қабырғаның бітер тұсында бауыр болады. Сол бауырдың тұсында орналасатын орган. Өт жалпы адамға майды ыдырату үшін керек. Ол өтті бөліп отырады. Өт мынандай қалтада орналасады. Өтті негізінен бауыр бөледі. Бөлінген өт қалтаға, өт қалташасына жиналады. Сіз тамақтанған кезде ол сұйықтықты бөліп, сол тамаққа тамызып, ыдыратып отырады. Ыдыраған тамақ шекке барып, одан сіңеді, сіңген нәрсе қанға өтеді. Қаннан кейін ол біздің организміміздағы органдарымызға өзіміздің витамин, минералдарымызды жеткізіп отырады. Көп жағдайда білесіздер, қазір көп адамдардың өттері толып кеткен. Өт не үшін толады? Біріншіден, дұрыс тамақ жемегеннен, уақытылы тамақ жемегеннен. Өт міндетті түрде азанғы кезде бөлініп тұру керек. Не үшін азанғы кезде біз май жеп жатамыз? Себебі май жеген кезде өт бөлінеді. Негізінен жалпы өттің функциясы ол майды ыдырату және сондай-ақ майда еритін витаминдерді біздің ағзамызға сіңіру. Майда еритін витаминдер ол мысалға D витамині. Бәрімізге керекті D витамині. Енді қараңыздар, өт толғанның жалпы симптомдары көп адам біле жатар. Бұл біріншіден ауызға ащы дәмнің келуі. Одан кейін кекіріп жүру үнемі. Сосын кейін запордың пайда болуы. Содан кейін көп адамдарда, кейбір адамдарда ауыздан өте жағымсыз иіс шығады. Бұл дегеніміз өттің толып қалғанының белгісі. Яғни өт бұл улы нәрсе ғой, ол ыдыратады. Сонда токсинді ол жинап тұрады да, ағза өт толған кезде сол токсин біздің аузымыздан, немесе терімізден, денемізден жаман иісті бөліп шығарып тұрады. Сондай-ақ қысы жазы өкшесі жарылып тілініп жүретін адамдар бар. Бұл да өттің толғанының белгісі. Енді сіздерге қазір мен жаңалық ашып жатқан жоқпын. Бұны көп адамдар бәріңіз білесіздер. Өтті қалай үй жағдайында сұйылтуға болады. Сізге керегі мынандай термос. Яғни термосты жылы суы. Бір апта бойы 45 градус жылы суды ішу. Бір күн бойы, қараңыз, азанғысын тұра салып ішіп аласыздар ғой. Мысалға, термосқа түнде дайындап құйып қойсаңыздар болады. Себебі азанғысын шай қойып, оның қайнағанын күтіп жүрмей, осы термостағы суды ішіп алып, шайыңызды қойып, сөйтем дегенше бір жарты сағат уақыт өтеді. Бұл кезде уже сіздің ағзаңыз ояна бастайды. Осылай бір апта бойы әр 1 сағат сайын, не болмаса әр 2 сағат сайын сотканы будильникке қойып қойып, осындай термоспен жұтым арқылы 1 стакан ішсеңіз болады, жарты стакан ішсеңіз болады. Осылай практиковать етсеңіз, сіз бір аптада өз өтіңізді сұйылтуға көмектесесіз. Бұл қарапайым нәрсе. Тек қана ерінбей жасау керек. Енді осы мақсатта мен төменге ссылка қалдырып кетем. Мүмкін Telegram ссылкасын, мүмкін WhatsApp ссылкасын, сол жерде группа болады, группа тегін болады. Ол жерде біз бір апта бойы осылай су ішуді тәжірибе ретінде, яғни практика жүзінде жасаймыз. Келіп қосылам десеңіздер, мархабат. Ссылканы айтып кеткенде төменге тастап кетем. Ссылканы басып, кіріп, сол жерлерге
группаға қосылсаңыздар болады. Ал енді қадірменді YouTube көрермен, осы ұсынып жатқан ақпараттарды өздеріңіз пайдалы деп тапсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, оны таралып кетуіне көмектессеңіздер болады. Әрдайым сіздерге қазақша контентті дамытуға көмектесіп жатқандарыңыз үшін үнемі алғыс айтудан шаршамаймын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі кездескенше амандықта болайық.